олай болса, ендеше өткен сабағымызға да шолу жасап алайық, иә? Балалар, морфология ғылымы нені зерттейді? Сөз таптарын. Морфологияны қалай талдау жасаймыз? Иә, Толқын? Қандай сөз табы екенін және де қандай сұраққа жауап беретінін. Жақсы. Сөз таптарына нелер жатушы еді? Кім айтады сөз таптарына нелер жатады? Жарас. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім, үстеу. Жақсы, тамаша. Балалар, зат есім дегеніміз не? Зат есім. Ал, Бейбарыс. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздер зат есім дейміз. Зат есімдерге кім, кімдер, не нелер деген сұрақтар қойылады. Тамаша. Зат есімде неше септік бар еді? 7. Тамаша. Атау, ілік, бағыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Иә, жақсы. Балалар, зат есім неше жақта жіктеледі? 3 жақта. 3 жақта. Қандай, Айша? Менің, сенің, оның деп жіктеледі. Тамаша. Зат есім тағыда не істеуші еді? Тәуелденеді. Неше жаққа тәуелденеді? 3 жақта. Қалай тәуелденуші еді? Кім айтады? Ал, Виктория. Менің, сенің, оның. Қатты айта ғой. Менің, сенің, оның. Деп 3 жақта тәуелденеді. Тамаша, жақсы. Ал, етістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз жақсы. Ал, Темірлан. Заттың іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістікке не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Етістік сөйлемнің соңында кездеседі. Жақсы. Балалар, етістіктің 3 шағы. Қандай шағы бар еді? Ал, Айзада. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Тамаша. Осы шақ дегеніміз? Осы шақ, Айша. Етістіктің қазір болып жатқан іс-әрекетін осы шақ дейміз. Жақсы. Ал, өткен шақ дегеніміз не? Айзада. Етістіктің бұрын өтіп кеткен іс-әрекетін өткен шақ дейміз. Жақсы. Ал, келер шақ дегеніміз? Келер шақ. Айкүнім. Етістіктен алда болатын іс-әрекетін келер шақ дейміз. Жақсы, тамаша. Ал, сын есім дегеніміз не? Сын есім дегеніміз Ақжол. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Жақсы, керемет балалар. Тағы да қандай сөз табы бар еді енді? Сан есім. Сан есім дегеніміз не? Ал, Толқын. Заттың санын білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімге қанша, нешінші деген сұрақтар қойылады. Жақсы, сан есімнің қандай түрлері бар еді? Сан есімнің қандай түрлері бар еді? Реттік және есептік, иә? Жақсы. Ал, үстеу дегеніміз не? Үстеу дегеніміз ал, Мәди. Үстеу дегеніміз іс-әрекеттің мезгіл мекенін сын қимылын білдіретін сөздерді үстеу дейміз. Үстеуге қайда, қалай, қашан деген сұрақтар қойылады. Тамаша, керемет балалар. Өте тамаша, жарайсыңдар.